Сол күні вот мен Төле би Брусиловскиймен келе жатқан кезде алдымнан адамдар көп, жолдың бәрін жауып тастаған. Мен машинамен жұмыстарыммен шығып бара жатыр едім. Машинаны тоқтатты, машинаның сыртына тас атты, өзім машинама сыртын бәрін сырды. Номерін шешесін деді. Номерді шештім, машинаға салдым. Сөйтіп, по Төле би жүресің деді, халықпен бірге. Кетпейсінші жаққа машинаны сындырамыз деді. Площадьта жүрдім, видеоға түсірдім. Бірақ атысып, ешқандай төбелесіп ондай болған жоқ. Сосын шыққасын ДВД-ға қарай аланың бәрі кетті. Бір кісілер келді. Бір кісілер болғанда 25-30 адам, бәрінде сақалды, бәрінде форма бар, военный киініп алған сақалдылар. Ол қазақша вообще білмейді. Басқа ұлт бірақ, қазақ емес. Қазақ болса сөйлейді қазақша. Өздерінің тілдерінде бірдеңелер айтып жатыр. Бірдеңе шахид, махид, бірдеңе деген тілдермен Аллаху акбар деп олар бірден атыс бастап кетті. Әртүрлі автомат. Өздерінде граната бәрі нәрсесі бар. Атты. В числе задержанных есть активные участники штурма на здание административного департамента полиции города Алматы, имевшее место в ночь на 6 января текущего года. В распоряжении следственных органов оказалась видеозапись, прямо указывающая на то, что штурм на здание департамента полиции был четко спланирован и организован. Нападение было совершено специально подготовленными вооруженными лицами. Они имели специальную экипировку. В настоящее время антитеррористическая операция продолжается. Призываем граждан проявлять спокойствие, относиться с пониманием к принятым мерам безопасности.